Құрметті оқырмандар, міне қазір міне гороховый суп дайындайық деп тұрмыз. Гороховый суптың жаңа барып алып келдім. Мынау 1 килограмм, жоқ 660 грамм. 130 теңге тұрады екен. Мынаны қызымды жіберіп алғызғам. Бұл 500 теңге тұрады екен. Алтайский дейді, настоящий горох. Енді өздеріңізге ұнайтын горохты аласыздар. Сосын 300 грамм морковьтан 300 грамм аласыздар. Мына менде жарты килограмм болып тұр. Мен біреуін алам. Сосын бір үлкен сарымсақ. Сарымсақ аламыз, ет. Ең негізгісі ет. Бұл жерде етті қазанға қазір жуып саламыз. Бульонда горохты пісіретін боламыз. Мен міне магазинский горохты алатын болдым. Осымен жасап көрейін деп тұрмын. Сіздер өздеріңізде қандай горох бар, соны мен жасай берсеңіздер болады. Бұл мен мына стаканым 300 граммдық жазылып тұр. 300 граммдық стакан. Мен оны 300-ге дейін толтырмаймын. 300-ге толғанда бұл 300 грамм болады. 300 граммдан 250 керек. Бұны тазалап жуамыз. Бұны тазалап, жақсылап жуамыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай мөп-мөлдір болды. Тап-таза болды. Бұрын мен горохты суға салып қоятын жарты сағатқа. Бірақ қазіргі горохтар тазалап жуып пісіре беруге келеді екен. Жып-жылтыр мөп-мөлдір тап-таза болды. Мен 9 рет жудым. Жарты сағатқа суға қойып қояйық. Себебі бізде мына жерде етіміз дайын болғанша, етті жуып дайындағанша суға қойып қойын жөн көрдім, жұмсақ болсын деп. Енді мен ойлап тұрмын, етім көп сияқты, еттің біраздарын алып алып, котлетке қазір тартып тастайым. Бізге сорпа болса болды. Сүйегінен ет кішкене қалдырып, соның сорпасына осы көжені гороховый супымызды пісіратын боламыз. Сарымсақпен сәбізі жуып, аршып алдық, қазір тураймыз. Етті міне сүйегінен ажыраттық, қазір мына еттерді тартып, мынаны қазанға саламыз жуып. Міне сіздерге тағы бір нәрсе айта кеткім келіп тұр. Сәбіз туралды, сарымсақ туралды, бірақ сарымсақтың түбінде мынандай нәрсе болады. Мынаны жеуге болмайды. Сарымсақты мынаусын алып лақтырып жіберу керек. Міне. Ол өте зиян денсаулыққа. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай турап алдық. Жаңа сарымсақтың керек жоқ жерін тастай салдық. Мына укропты мен сорпаға салам. Мына 2 лавровый листпен. Мына жерде мен жаңағы еттен осынша фарш шықты. Қазір бұны мен котлет пісірамыз. Сүйекті сорпаға салдым. 2 лавровый листін қойып, бұған бір сарымсақты аршып бітеудей қазір салатын боламыз. Міне бір сарымсақты, мынау кішірек сарымсақ аршып алдық. Бұған андай гвоздиканы қадап қоямыз. Бұны қадап қоямыз, себебі бұл керемет дәм беретін болады гвоздика. Ана сорпаның ішінде жоғалып кетпес үшін гвоздиканы алып шығамыз ғой. Осы сарымсаққа қадаймыз. 4 гвоздика қададық. 4 құбыламыз тең болсын деп. Бұл сарымсақты гвоздика қадап сорпаға салатын себебіміз, бұл сорпаның ішіндегі барлық көбік шығады, соның бәрін сарымсақ өзіне тартып алады да, сорпаға бір керемет дәм береді. Солай жасап көріңіздер. Мен міне 20 грамм тұз салам. Мынандай ұсақ тұз. Сіздерде қандай тұз бар, сондай сала берсеңіздер болады. Енді астын жағып, отты 1 сағатта қайнататын боламыз. Міне көбік келе жатыр. Қазір көбігін алып тастаймыз. Оғанға дейін біз міне мен андай майды қолданам. Оливковое масло дейді. Сіздерде қолдарыңызда қандай май бар? Шемшке май болуы мүмкін, сливочное масло болуы мүмкін. Соны қолдана берсеңіздер болады.
міне жаңағы майға сарымсағымызды салып қуырып аламыз. Мен томат қоспаймын. Томаттың орнына помидор қоса салдым. Сіздер енді өздеріңіздің қалауларыңызға бойынша помидор соңынан қосам. Қуырып алайық. Жақсылап қызартып қуырамыз. Сосын жаңағы сорпамызға саламыз. Енді дәміне қарай тұз бұрышын қосасыздар. Тұз бұрышын. Тұзды сорпаға да қостық бағана. Бірақ сорпада тұз көп болғандықтан тұзы кішкене шығыңқы болмайтын болып тұр. Оның дәміне қарай өздеріңіз көресіздер. Бұған помидорымызды қосамыз. Қызанақпен біраз қуырамыз осылай. Қызанақпен қуырып болған соң бетіміз жауып, қазір сорпаға салатын боламыз. Көбігін алып болдық, әлі қайнайды. 1 сағат қайнау керек. Бұл қайнаған соң бұны табын астын азайтып, оттың астын азайтасыздар. Ақырын тапқа, ақырын баппен қайнатып пісіріп аламыз. Міне сүйектерден еттерін ажыратып алдық. Оны сақтап турап, қазір сорпаға саламыз. Міне осы еттің бәрін осыған. Міне жаңа қуырған қыстап араластырамыз. Міне горохта ішіндегі пісіп қалды уже. Қандайдан тамаша сорпа болды. Осы рецепті кеңес беремін. Пісіріңіздер. Міне біздің көп күткен гороховый суп дейді, өзіміздің көжеміз дайын болды. Şimdi бұны тауықтың етімен де жасаса да болады. Енді менде сиырдың еті болды. Сондықтан сиырдың етімен жасадым. Астарыңыз дәмді болсын.